армысыздар? 6 апрель қазақша 6 сәуір. Кеше ауа райы болжамын қарағанбыз интернет желісінен. Түстен кейін жауын жауады деп белгіленген 40%. Енді қазір сол интернет желісінің синоптиктердің жақсы болжауының нәтижесінде жауын жауып жатыр. Тамаша. Не болса да енді жауын жауған жақсы. Жауын болса жерге көк шығады. Көк шықса малдың азығы болады. Иттер де кетіп барады. Енді білмеймін, олар не шаруамен кетіп баратқанын. Бәрі маска тағып алған, адамдардың бәрі көшеде. Жауын жауып тіпті жақсы болып жатыр. Өйткені жел болса топырақ ұшады. Сол топырақты осы жауын адамдардың бәрі маска бәрінде алып бара жатқан үрей сонша. Адамдар сақтансаң бана сақтаймын деп осыны естігенім бар көпірден. Сонда бірақ қолдан келгенше үрейленбеуге тырысу керек. Ертеде Ибн Сина деген медицинаны ойлап тапқан адамның заманында черный смерть деген келіп отыр екен дейді. Сол кезде елдің бәрі көшіп атқан ғой. Сол кезде жаңағы Ибн Сина деген ғалымның айтуы бойынша сол дерт соған келеді деп айтады дейді. Олай болса үрейленбей, қорқынышқа бой алдырмай өмір сүре бергеніміз жақсы. Үрейленген адамға қарай сол жақын дейді ғой, сол дерт. Қолдан келсе үрейленбеуге, былай орысша айтқанда не дейді, паникаға айту керек дейді ғой. Паникаға айту керек дейді. Сол көшеде машиналар жүріп жатыр. Жақсы, сау-саламатта болыңыздар. Подписацияны басып, лайк басып қойыңыздар. Парақшаға қоңыраушаны басып, жаңадан видеолар салып тұрамын.